Сенің жерің жоқ, казак дейді. Біріншіден мен казак емес, қазақпын. Мені өзіңнің Ресейдегі бір туғандарыңмен шатастырмай ақ қой. Екіншіден, қазақтың жер туралы айтатын болсақ, ұлан ғасыр атырап, Ертіс пен Еділдің арасы, Арқа мен Алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты. Егер де кім осы жерімізге көз алартып құтымызды қашыратын болса, өз қанына өзін шомылдыратынымызды біліп қойсын. Қазақтың ханы Абылай. Құрметті қырғыз елі, мен сіздерге кеше ғана айтқан болатынмын, өздеріңіздің провокаторларыңызды байлап ұстаңыздар деп. Қазақтың жері жоқ дейді. Мен қазақтың ең солтүстік нүктесі Қызылжар қаласында тұрмын. Дәл осы жерде қазақтың әйгілі ханы Абылай ханның резиденциясы тұр. Егер де қазақта жер болмаған болса, Хақназар ханның кезінен бастап сіздер кімнің қол астында болдыңыздар деген бір сұрақ. Екінші сұрақ: қашаннан бері қырғыз бен қазақ бір-біріне жау болып кеткен, неге сіздердің аңдығандарыңыз именно қазақ елі болып тұр? Екінші сұрағым бұл. Үшінші сұрағым. Сіздер мына дүниені білесіздер ме? Қазақстан әлемде тек бір ұлтқа ғана тиесілі территория бойынша бірінші орын алатын. Осы туралы естіп пе едіңіздер? Тарихты жақсылап оқыңыздар. Және қырғыздан шыққансыңдар сендер қазақтар. Қырғыз сендердің аталарың. Сендерде жер болмаған, және де сендер тек қырғыздың жерінде өмір сүріп жүрсің дегендерге. Мынау сол кездегі 18 ғасырдағы қазақ даласы. Міне астында Хиуа хандығы тұр, Бұхар хандығы тұр, Қоқан хандығы тұр, және Жоңғар хандығы. Қырғызстан, Қырғыз хандығы, Қырғыз елі деген дүние жоқ бұл жерде. Және де ыстық көлдің өзі біздің территориямызға кіріп тұр. Ол қазақтың жері екені кезіндегі ақиқат. Құрметті қырғыз көршілер, мен сіздерге барлығын көрсеттім, дәлелдедім. Тағы да қайталап айтам, өздеріңіздің провокаторларыңызды байлап ұстаңыздар. Дос болам дегенге құшақ ашар туыспыз, қас болам дегенге қиып түсер қылышпыз. Жан жағымыздағы көршілердің барлығына да бірдей айтылатын сөз: қазақтың ханы Абылай.